Достар, қызықты сұрақтардың бірі, неге барлық маркетологтар жұмыстарынан айырылып қалуы мүмкін? Сіздер оқыдыңыздар ма, оқымадыңыздар ма білмеймін, бірақ та Роберт Кийосакидің бір мысалы арқылы осы сұрақтың жауабын бергім келеді. Роберт Кийосакидің мысалында бір ауылда екі адам болады. Екі адам сол ауылға су әкеліп берумен айналысады. Яғни екеуі де кәсіпкер, жаңағы су әкеліп ауылдың мұқтаждығын, яғни қажеттілігін шешіп отырады. Осы кезде екеуінің бизнес құрастыру жолы екі түрлі болады. Яғни біріншісінің жолы ол күнде өзі барып арқасына екі шелекпен су алып, өзі таңертең ерте 5-те тұрып барып, қайтадан әкеліп су беріп, яғни барлық процесті өзі жасап отырады. Екіншісінің жолы ол система құрастырады. Яғни бірінші күннен бастап ақша тауып жатқан кезде, екіншісі жоқ, ол жерде жүрмейді ол. Екіншісі 2 аптадан кейін қайтып келеді. Бірақ келген кезде ол әртүрлі трубалар орналастырады, әртүрлі техникалардың көмегімен, әртүрлі жаңағы мамандардың көмегімен сол жерге кран орналастырады. Және де тікелей ұзақ жол, яғни су құбырын орналастыру арқылы ауылға суды өзі тасымай система құрастырады. Енді осы кезде қараңыздар, қандай болады? Соңында система жеңеді. Неге? Себебі ана адам күніне тек есептеп қарайтын болсақ, бір 20 литр су әкелетін болса, немесе 50 литр, немесе 100 литр әкелетін болса, су құбырының арқасында ешқандай да шектеу болмайды. Яғни қаншалықты керек, соншалықты су ала беретін болады. Екіншісі, ана адам тек таңғы сағат 5 пен кешкі сағат 6-ның арасында ғана, яғни өзінің жұмыс уақытында ғана су әкелетін болса, су құбыры, яғни системаның арқасында адамдар енді кез келген уақытта, түнде болсын, таңертең болсын, кешке болсын, су ала беретін болады. Яғни суға доступность деген түнде пайда болады. Ана адам суды аз мөлшерде әкеліп, судың бағасын қымбаттатқанның салдарынан системаның арқасында суға деген баға түсіп, адамдар көбірек сол суды қолданатын болады. Сәйкесінше бүгінгі күні мен сіздерге мынандай ойды айтқым келеді. Маркетингте де қазіргі кезде адамдар системны жұмыс жасауы өте аз. Ондай басынан бастап су құбырын тартып, әртүрлі техникаларды қолданып, әртүрлі адамдарды қолданып, әртүрлі білімдерді қолданып, жаңа білімдерді осы өзінің бизнесіне енгізетін маркетологтар өте аз. Және де ондай маркетологтар алдағы уақытта өзінің жұмысынан айырылып қалу шансы өте көп. Неге? Себебі мына жақта система құрастыратын адамдар бар. Мына жақта қарапайым суды бочкалап таситын адамдар бар. Енді не айтым келеді, достар? Автоворонка, достар, бұл система. Яғни маркетингтегі су құбырын құрастыру. Қайта-қайта толассыз кеп тұратын листтерді автоматты түрде жылыту, және де сол арқылы оларды СБ-ға, яғни сату бөліміне жетуіне дейін көмектесу. Алдағы уақытта осыған байланысты сұрақтарыңыз болатын болса, вебинар болады. Сол вебинарға шақырамын. Сол вебинарға қатысу үшін дәл осы посттың астына өздеріңіздің номерлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болды, жақсы ма? Сол номерлерге біз арнайы рассылкамен вебинарға шақыратын боламыз. Сол жерде толығымен системаны қалай құрастыру керек, система дегеніміз не, жалпы автоворонканың нюанстары, қалай үйрене аласыздар, барлығы да түсінікті тілде айтылатын болады.